және тәрбиеленушілер. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім, қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім деп бүгінгі тіл мерекесіне арналған тіл мемлекеттің тұғырлы тірегі атты байқауды бастауға рұқсат. Байтақ халқының пейілі дарқан, негізгі халқы қазақ халқы және көп ұлтты мемлекет болыпты. Сәлемменен сөз басталар халқымыз, армысыздар жиналған жұрт халқымыз. Ғалил ұлым жанында бір жарқырап, жүрегі ақ көңілі аңқылдап, қол ұстасып ортаға бір шығайық, өмірдің шапағатын біз құрайық. Таш жармаса баш жарады. Қазақ тілі алғаш мемлекеттік мәртебесін қай жылы алды? Мәртебесін? Какого года? 1989, если не ошибаюсь. Жауапты көрейік. Қазақтың ұлттық баспанасы қалай аталады? Киіз үй. Жауапты көрейік. Өте дұрыс, қошемет көрсетіп отырады. Қазақ алфавитін жасаған кім? Ахмет Байтұрсынұлы. Кім? Жауапты көріп жүрейік. Өте дұрыс. Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіздік алды? 1991 жылы 16 желтоқсан. Жауапты көрейік. Өте дұрыс. Тіл тас жарады, тас жармаса баш жарады. Тіл жүйрік емес, ой жүйрік. Өте дұрыс. Тіл жүйрік емес, ой жүйрік. Бал тілім, өзім болып шалқыдым, өз тілімде ән шырқап, термелетіп шалқыдым. әріптестер, кішкентай біздің балапандарымыз. Міне бүгін біздің балабақшамызда тіл мемлекеттің тұғырлы тірегі атты іс-шара ұйымдастырылып. Байқауға қатысқан ата-аналарға алғысым шексіз. Бұл ата-аналар біздің балабақшаның ең белсенді ата-аналарының бірі болып табылады.